Балалар, бүгін біз сендермен қазақтың ұлттық ойыны хан талапай ойын ойнаймыз. Жақсы ма, балалар? Менің қолымда қоржында бірнеше асықтар бар. Сол асықтың ішінде ең ерекше асық хан асығы деп аталады, балалар, иә? Осы асықты алған бала жеңімпаз атанады екен. Кәне, балалар, мен қазір ортаға қоржындағы асықтарды шашамын. Қай бала ең көп асықты жинайды, сол бала хан асығын алады, сол бала жеңіске жетеді. Дайынбыз ба, балалар, ойынға? Ал ендеше қоржынымда асықты шашайын. Алақай-ау, алақай, басталды ойын хан талапай. Ал. Болды. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Орнымызға отыра қояйық. Хан асығы кімде? Менде. Көрсете ғой, Рамазан. Тамаша, жарайсыңдар. Хан асығын алған Рамазан бүгінгі ойында жеңімпаз. Ендеше мен Рамазан қазір асық алды екен. Көрейікші кәне. Қоржында асықтарды жерге шаша алмайын. Өте жақсы. Рамазан алмайын, өзім атамыз. Жарайсың. Неше асық? Жарайсың, тамаша. 2, 3. О, жарайсың. Опай, не? Қара кел. Неше асық алдың? 2 асық алдың, е? 2 асық түсіре бермесің. Жарайсың. Не? 2 асық, неше асық алдың? Айт өзің. 2. Отырамын. 8 алмадың, е? Айназ де алмады, е? Мен Айназға тапсырма берем. Айназ, сен қандай тақпақ білесің? Айта қош. Айназ, сен хан асығын асықтарға тигізе алмады, е? Ендеше мен саған сұрақ берем, е? Жауап бересің бе? Айназ, 8 наурыз қандай мереке? Кімдердің мерекесі? Дұрыс, аналардың сосын. Әжелердің мерекесі екен. Жарайсың, отыра ғой. Жақындап атал. Аяғын өткатынан ақ. Тигізе алмады. Ақниет, сен хан асығын тигізе алмадың, е? Енді мен саған тапсырма берем. Ақниет, сен қандай тақпақ білесің 8 наурызға арналған? Әжелерімізге арналған. Тақпақ білесің бе аналарға арналған? Тамаша, қандай керемет қылып айттың. Бүгін біз қандай ойын ойнадық? Қазақтың ұлттық ойыны. Хан талапай ойнадық. Хан талапайда ең ерекше асық қалай аталады? Хан асығы екен, е? Балалар, сендерге ойын ұнады ма? Жақсы, рахмет сендерге.